Қайырымдылық ізгі қасиет. Қазақ ежелден жетімін жылатпай, жесірін тентіретпей, мұқтажға мейіріммен қол созған халық. Сол ата-бабадан қалған асыл дәстүр бүгінгі күнде де жалғасын тауып келеді. Оның жарқын мысалы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының бастамасымен құрылған зекет және қайырымдылық қоры жүзеге асырып жатқан ел үлесі пәтерге атты жоба. 2018 жылы басталған жоба аясында 835 адамға баспана сыйлаған. Қор директоры Мақсатбек Қайырғалиевтің айтуынша, жоба әсіресе көп балалы аналарға, асыраушысынан айырылған жандарға, жағдайы төмен отбасыларға үлкен көмек беріп келеді. Ел үлесі пәтерге қазақтың асар дәстүрінің заманауи үлгісі. Мұнда әркім шамасына қарай қаржылай үлес қосады. Ал сол қаражат бірігіп, мұқтаж жанға баспана болып оралады. Сонымен қатар, жоба мешіттерде айлықсыз еңбек етіп жүрген дін қызметкерлерін қолдауға да бағытталған. 2022 жылдан бері ауылдық мешіт имамдарына үй алып беру және қызметтік пәтермен қамтамасыз ету ісі жолға қойылған. Ел үлесі пәтерге халықтың бірлігін, бауырмалдық пен ізгілікті ту еткен қайырымдылықтың көрінісі.